Сәлеметсіздер ме, кітап сүйер тыңдарман? Тарих және тұлға арнасына қош келдіңіздер. Сіздердің назарларыңызға жазушы Дүкенбай Досжанның Шабандоз әңгімесін ұсынып отырмын. Арнаға тіркеліп, лайк басып пікір жазыңыздар. Шабандоз әңгіме. Аудан орталығынан тау баурайлап батысқа созылған үлкен жолдан бұлар мінген жеңіл газик қиыс бұрылып Раң өзенінің алқымына түскенде Үпілмәліктің жанарына кіреукелеп жас үйірілді. Қасындағы шофер балаға байқатпайын дегендей иегін әнтек көтеріп, алдындағы әйнектен жал-жал болып көлденең көсіліп жатқан Қаратау бұламдарына сұғына көз тікті. Қараған сайын балалық шағын анығырақ елестетті. Содан анасы Үпілмәлікті теріскейдегі төркініне әкеліп тастаған. 13 жасқа дейін нағашысының қолында өсті. Ойлап отырса, балалықтың қан базары осында қалыпты. Жалаң аяғына батқан жарпа тастары анау, шабағын аулаған мөлдір өзен мынау, суы тартылып кеткен секілді. Өңгесі түк өзгермепті. Шатқал аузына үймелеген шағын ауыл, қазақы тоқал там, уақ мал қамайтын қора қопсы, бау шарбақ, сұйылып шыққан түтін иісі де бәз баяғы. Қияндағы Қаратау қуысын жайлаған нағашы ауылына себеппен келем деген қаперінде жоқтығын. Оқиға Үпілмәліктің ойда жоқта қызметтен босауынан басталған. Жұмыстан шығуы да қызық. Аз айт, көп айт, басына іс түсіріп, ат басын елге бұрғызған осы ауылдың дәм тұзыма деп те ойлайды. Қаладағы тіл білімі институтының аға ғылыми қызметкері еді. Ғылым кандидаты деген атағы бар. Енді қырсығынан сақтап, жетекші дін аман тұрса, тақырыбы күшін жоймаса, бірер жылда ғылым докторы боламын деп жүрген. Үпілмәліктің қабілетіне ешкім күмән келтірмейтін. Тек қана жұмыстан шығу деген пәле төбесіне тас түскендей жайсыз әсер етті. Алғашында ет қызуымен арызын бере салыпты. Кейін ойласа, соның бәрі тезек тіршіліктің тезек қаптағандай ғана әуресі секілді. Әйтпесе, ботакөз, мал келдің деген есім сөздердің қалай жазылуына бола бөлім бастығымен айтысар ма? Ғылыми кеңесте сөздердің мағыналық бөлшектерінің жеке тұрғандағы қалпын сақтап жазу керек, яғни морфологиялық тәсілді ұстанған жөн деп бұл өзеуреген. Қарсыласы сөздерді айтылуы бойынша, яғни фонетикалық тәсілмен жазамыз деп даурықты. Қызмет деген сөздегі з әрпінен кейін әрпі жазылуы керек пе, жоқ па, ол да ушыққан жараға у сепкендей әсер етті. Үпілмәліктің қазақ тілінде диалектизм жоқ деген баяғыдан бергі тұжырымы да бүкіл бір бөлімнің шұқынып отырған зерттеуіне топырақ шашқандай шәркеш шаруа екен. Аз айт, көп айт, әйтеуір Үпілмәлік институттан кетіп тынды. Әуелде жолдас жорасы өмірде мұндай болады, деміңді ал, сейілде. Сендей талантты ғалымды жоғарғы оқу орнының қайсысы да құшақ жайып қабылдайды деп жұбатқан. Сөйтсе, кісіге қызмет істеп жүргендей болмайды екен. Әп сәтте ортадан шеткерілеп қалды. Кей кісілер папка арқалап, жақсылы жаманды бір столды бағып отырмаған адамды санаттан демде шығарып тастайды. Көшеге шығып қараса, бұрынғы сәлемі жатық таныстары қол алыса салып, жұмыс көп деп сырт айналып кеткенше асығады. Ең қиыны өзіңді өзің керексіз сезіну білем. Қой, шікірею менің немді алған деп, педагогикалық институттың басшыларына барып жолыққан. Күзге салым бірер бос орынға конкурс жариялаймыз, қатысыңыз деп емексітіп шығарып салды. Үйінде балалармен шақылдасып отырудан да жалығады екен. Бұрын қас қабағына қарап бәйек боп тұратын келіншегі де қит етсе шырт ете қалатын мінез тапты. Үй тіршілігіне қолғабыс етейін деп қойқаңдасақ, қазан бағып аңдыспашы деп бетін қайтарып тастайтын болды. Өстіп, мондыбас болып жүргенде алыстағы нағашысынан хат келді. Кейінгі кезде сырқатпын депті. Кішкентайынан қолда өскен жиенін сағынғанын айтыпты. Үпілмәлік қадірлі кісінің көңілін сұрармын, әрі сергіп қайтармын деп, ертесіне ақ пойызға мініп тартып кеткен. Нағашысы Теріскей еліне есімі белгілі, кімсің Шабандоз Сазанбай атанған сыйлы кісі еді. Шындығында өлі арадан бері ас батыра алмай, жілік майы үзіліп жарға сүйеніп қалыпты.
Төсек тартып жатпаса да жүдеулі десті. Бұл келіп кіргенде қоржын тамның жарығы мол бөлмесінде шоқша сақалы селтиіп, ұстынға сүйеніп қамшы өріп отыр екен. Ойда жоқта ауданнан кіреге алған жеңіл газикпен кеп түскен жиенін көріп, жүрегі жарыла қуанды. Лезде түгі бетіне теуіп, қодиланып шыға келді. Әуелі зіңгіттей Үпілмәлікті бауырына басып, арыстаным, жолбарысым, қасқырым, арланым, қарсағым, бүркітім, тұйғыным, торғайым деп, тап осыдан 30 жыл бұрынғы әдетін қайталап, айналып толғанып алды. Алып кісінің құшағы Үпілмәліктің өспірім шағын еске түсіріп, еріксіз көңілін босатты. Заматта бала болып шыға келді. Сазанбай нағашыда бұғып сөйлеу болмайды. Орнынан қозғалып, ауым-сауым киімін түзеп, қолына балдағын алды. Бұл үйдің адамы қайда кеткен деп айқайлап, үйді басына көтерді. Ойбай-ау, біреу буындырып жатыр ма сені деп әйелі Тойбала жеткен. Үпілмәлікті көріп, жастық шағы есіне түсті ме, әлде күнгейдегі қайын сіңлісін сағынғаны ма, дауыс салып жіберді. Түйір-түйір жылап көрісіп амандасты. Осы мезет есік сарт ашылып, нағашының жалғыз ұлы Әмзе кірді. Сабақ беріп тұрып, Үшкөлдің терезесінен көрдім. Совхоз директоры ғой десем деп, арсалаңдап кеп қол алысқан. Даңғарадай болып аңырайып тұрған кеспірсіз үйдің іші лезде жадырап жүре берді. Төрге көрпеше төселіп, жастық тасталынды. Қой дейім енді, жол соғып келген жолаушыны жұлмаламаңдар. Ай, ерім, батырым, серім, салым, сыпам, сәуегейім. Нағашысын іздеп келген жұрағатым. Әмзе, малға жүгір. Қошқар баққанға айт, жиен келді де, қойының ең семізін берсін. Орнына қозы қосамын кейін. Кешке келіп қобыз тартып берсін өзі. Қоқиланып, қонышына Насыбай шақшасын қақты. Үпілмәлік босаға жанында тұрған қол чемоданын алып, ішінен астананың жеміс жидегін төккен. Сазанбай нағашы пайғамбардың асы ғой деп, сірнесі қатқан құрмадан алып жеді. Тісімді сырқыратады деп апортқа қол созған жоқ. Үй ішінің амандығын сұрады. Шөпейіп азып кетіпсің ғой деп, ошақ басынан нағашы апасы да қыстырылып қояды. Жанарында меймілдеген жылылық. Азбай қайтеді дейді нағашысы. Қайта жаны тастан жаратылған. Мен болсам бір күнде қау болып ұшып кетер едім. Шөп көжесінен үштүйнек боп өліп қала жаздаған баяғыда. Протезімді оңдауға барғанмын. Соғыста үйренген аз ғана орысшам былдырлауға жарайды әйтеуір. Қисаңдап қайда қаңғиын. Қонақ үйінен шықсам Көкбазар, Көкбазардан шықсам қонақ үйі. Көкбазардың түбіндегі шай жанымды алып қалып жүрді. Сөйтіп, апта жүріп жасатып әкелген протезім көкпардың додасына бір салғандақ пода-подасы шықты. Досмағамбет қаңылтырмен құрсаулап берді. Шығашық ақша екен менікі. Көкпар, ат дегенде ішкен асыңды жерге қоясың. Құдай деп тыныш қана жататын кезің жеткен жоқ па, деді Тойбала. Есектілерге қосып сүйегімді қорлама. Көз жұмғанша ат ұстағаным ұстаған. Осы мезет сырттан ноғай телпекті кемиек шал кіріп келді. Қазақы бөрік, қырғыз қалпақты көргені бар. Ал жиегіне қызыл кемер жүргізген ноғай телпекті бірінші көруі. Досмағамбет деген дәуің осы, деді нағашысы. Баяғы құдайсыздар ұйымының жетекшісі болған. Бүгін қолынан тәспі түспейтін молда. Түтіннің қою шыққанына тамағым қышып келсем, табанан көміп жатырсыңдар ғой, дейді қынжылып. Жиенің келіп көзайым болдың ба? Қодиланып отырғаныңа таңданам. Астананы тіреп тұрған жиенім келіп жатқанда қамыққаным келіспес. Досмағамбет тамағын лық еткізіп Үпілмәлікке сығырайды. Кім боп істейсің, жиен? Әзірге боспын, жалпы ғылыммен айналысамыз. Өзенді теріс қарай ағызатын ілім бе, әлде көз байлайтын ілім бе? Ақсақал, мистикамен айналыспаймыз. Осы сөйлеп отырған тіліміздің төркінін зерттейміз, оқулық жазамыз. Нағашыңның ойқы-шойқы сөзін кітаптан оқиды екенбіз онда, деп кемиек шал кеңк-кеңк күлді. Кемиектің тілінің бізі бар екен. Аңдаусыз сөйлеп жатып, атарға түскен палуандай тырапай аса жаздады.
Дастархан жайылып, кәрлен кесемен қою айран жағалады. Ыстық табадан жаңа шыққан нан мен ішкен айран өңешке майдай жұқты. Нағашысы шоқша сақалын саумалап, сәл дыбысқа елеңдеп, дегбірсіздене түскен. Өйтетін де жөні бар. Бұл елде қонақ түскен үйге ешқандай шақырусыз, айтусыз ауылдастардың үймелеп жинала кететін салты бар. Үй иесі де қонақ та қабақ шытып тарылмайды. Көрде тұр, бұл үйде кешкілік бақсының баспанасына барабар болар. Әшейінде мойнын ішіне тығып алып, тоң-торыс үндемей жүретін қарапайым шаруа шетінен шешен, тақпақ айтқышқа айналар. Қонақтың көңілін аулар. Ертесіне кезектесіп үйлеріне шақырар. Ал бұл болса әлі әзірлікті бастаған жоқ. Шалапқа ауыз бұлғап, табананға малжаңдап малданып отыр. Сырттан ат дүбірі естіліп, артынша әмзе кіріп келді. Қошқар баққан қорасындағы деңгенесін берді көкең дейді. Іші пысып, сүйкенерге желеу таппай отыр екен. Жиеннің келу құрметіне көкпар тартайық деп жата жармасты. Ақсүмбенің ішінде тоғы бар деп әзер құтылдым. Шабдар даласын лоқылдатып, әніміне өзі де кеп қалады. Мына сөзден нағашысы шатынап шыға келді. Қыз талақ, қалай басынады. Бір көкпар беруге шамасы келмейтін мондыбас дейме, әлде ертең көше жөнелетін долым екем. Рас, қалтамның түбі тесік, қорамның қақпасы ашық. Мал тұрмайды менде. Несібем ел мойнында. Күнгей мен теріскейдің қыл құйрығын сеңдей тоғыстырып кететін Ақсүмбені соның жаман шабдарына қор қылсамау, онан қара. Апырмай, қарап отырып ісіп кеппей қойсаңшы енді. Атыңды кім жамандапты дейді той бала. Нағашының намысы ұстап отырған жүйрік атында. Жүйріксіз жыны тарқаған бақсы да бір, бұл да бір. Барша өмірі ат баптауға бағышталып келеді. Үйге келген кісі атыңыз бабында екен деп бірер жылы сөз айтсақ, соның домалап жастығы жайылып төсегі болады. Түнді күнге ұрып тұлпар тұқымы туралы қисса айтуға бар. Ал атының мінін айтсақ, ол адамға күн жоқ. Дастарханын жинап, есектілерге қосып, жер жебіріне жетіп, кейіп айдап шығады. Сазанбайдың бұл сырына теріске елі түгел қанық. Ақсүмбе ана жылғы Аққоянның баласыма деді Үпілмәлік нағашысының ауанына жығылып. Аққоян теріскейдің аламан бәйгесін алған салымның перісі еді ғой. Өкпесінің көрігі болатын. Одан жалғыз тұяқ күреңқасқа қалған. Кешегі жылқыға қырын қабақ кезде күреңқасқаны қойға мініп, қанын қойылтып жіберген. Жарытып шаба алмады. Жақсының тұяғы ғой деп, орнына сүтті сиырымды беріп, жыл жарым арпаға байлап, үйірге салып тұқым алғанмын әйтеуір. Бұл Аққоянның немересі десең келеді. Әйтсе де, қойды жәукемде де жылқышы ауылға барып қымыз әкел. Жиеннің ішкі сарайында ыстық барау, айранға теткіп отыр. Оразада ішін кебектескен ауылдың шалдарына қарайлама, шақырусыз өздері-ақ жетеді. Сен, Сазанбай, 50-ден астың, жігіт ағасы болдың, неге ауыз бекітпедің осы? Ылғи қисығына қыңыраясың, ылғи кітап сөзіне шүбә келтіресің. Бұл болмайды, өле кетсең иман сауапсыз қаласың дейді кемиек қатты түтігіп. Оқытпа мені, Құдайға құлшылық етіп сауап сұрайтын еш күнәм жоқ. Тазамын, ақпын. Бригадир болып жүргеніңде аузыңнан ақ ит кіріп көк ит шығушы еді. Ораза ұстасаң, сол күнәңді жуып жүрсің де. Күпір сөйлеме, көкіме өйдеп. Өтірік айтпаймын, ұрлық істемеймін, кісі ақысын жемеймін, жерде жатқан нанды көтеріп алам. Оразам сол менің. Апырмай, жиен баладан ұят болдау деп той бала кірісті. Бүгін сендерге я пәле көрінген, я сол жамбаспен тұрғансыңдар. Пәтуалы сөз айтудың орнына күмпілдейсіңдер кеп. Күпір сөйлейтін кісімен табақтас бола алмаймын деп, кемиек тәспісін жиып өкпелеп кетуге айналды. Молдеке, ауыр айтсам көңіліңе алма, бәрін қайтып алдым. Сізге сауалым бар еді деп жата жармасты нағашы. Сала құлаш тәспі алып жүру шабандозға қиын көрінеді. Саусағымның басын санай берсем болған емес пе? Жаратқан ие қабыл қылама сонымды. Бейшең ауызбен салғыласпаймын деп кемиек шапанын киді. Үпілмәлік күлкіге булығып сыртқа ата жөнелген.
Аула түпкірінде үлкен қарағаштың көлеңкесінде әмзе бүкшеңдеп қой сойып жатыр екен. Қасына келген мұны байқап, жанары толып жымың-жымың етті. Қуанып жүр. Жаңа байқадым, қысаңның қабағында кекілік қаптай ұшады. Бытыралы қос ауызбен ертең-ертемен кекілік қағып қайтамыз дейді. Шындығында бұл кезде кекіліктің балапан өргізіп, семіріп шайлаған шағы. Әсіресе суға қанып, қайта өрген кезде кезенсең, қанжыған құр қайтпайды. Кекілік қағу Үпілмәліктің жастайынан қанына сіңген құмар ойыны, еті жеңсік асы. Үпілмәлік ел орынға отырып, жұрт аяғы жиналғанша жаяулап өзенді өрлеп, сейіл құрып қайтуды ойлады. Ақсүмбені үй артына қаңтарып қойыпты. Сауырынан төңкерілген, қолдауы биік сұлу жылқы екен. Бейтаныс адамға құлағын қайшылап бойын тіктеді. Әйтсе де мойнын бұрып қараған жоқ. Сүйегі асыл сыпайылықтың белгісі. Ауыл тау аңғарынан шыққан Раң өзенінің бойына орналасқан. Бір кезде ығы-жығы болып жататын үлкен колхоздың орталығы еді. Бұл күнде Қызылбайрақ совхозының бір бөлімшесі ғана. Ауылдағы ең лауазымды адам ферма меңгерушісі мен веттехник. Өңгесі аңызға шыққан қодырендей қарапайым шаруа адамы, малшы құсшы қауым. Уаттың оты тақырлап қалыпты. 2 ай тау қойнауын жайлаған қойшылар тақауда ғана ылдиға шу бойына көшкені төскейдегі шұбырынды ізден байқалады. Жол жиегіндегі зиратты мал кірмесін деп сым темірмен қоршап тастапты. Өзеннің ақтаңдақ болып қалған кемері, иіні, жарқабағы, қойнау қатпары көктемгі тасқынның қатты болғанын байқатады. Баяғыда бұл маңай жорғалаған кекілікке, жусан түстес бұлдырыққа, алаңкөз шәуілге, күңкілдеген кептерге жыртылып айырылушы еді. Күні бойы күнге қақталып, су сорып майшабақ аулайтын. Нағашының табаға басқан шабағын жеп, қылтанақтап қалғаны есінде. Раңның алқымына бойлап енген сайын су сарыны күшейіп, қысаң тарыла түсті. Қия беткейде ұшқат, арша, долана ағаштары өсіпті. Ауылдың тіс шұқып, сырнай шалуға әуес шалдары мен балаларынан қалай аман қалғаны таңғаларлық әрине. Қысаң іші лезде қарауытып, ауа салқындай түсті. Сарылдап ағып жатқан өзен суынан қос уыстап ұрттап ішіп кері бұрылған. Алдынан іздеп шыққан әмзе ұшырасты. Үйге кіргенде назарын аударған төрдегі қара қобызды қылғындыра ұстаған жасамыш жігіт еді. Өңгесі осы ауылдың ақсақал, қарасақал сыпайылары. Жабыла сәлемдесіп, амандық сұрасып, қауқылдасып орталарынан орын ашты. Көне шанақты аш күшікше қыңсылатқалы отырған қошқар баққан екен. Жігіттің шын аты Нанжауар болған. Жеңгелері нансыз күніміз жоқ, атамай отыра алмаймыз деп бір күнде пәтуаласып, есімін өзгертіп жіберіпті. Шынымен кешегі колхоздың асыл тұқымды қошқарын бағыпты. Бүгінде жалақысы тәуір, жұмысы жеңіл, өзен бойының жоңышқасын қориды екен. Бұл орынның өзін тамағы тесік меңгерушіге қой беріп алыпты деген қауесет бар. Төр алдындағы ұстынға арқасын сүйеп, жиынның мәтібейі секілденіп аспандап отыр. Үпілмәлік сол етектегі атлас көрпешенің үстіне құйрық басты. Нағашысы осы мезетті күткендей, ал қарақ, қобызды сөйлет деп қолқа салған. Қошқар баққан сыртынан ғана семіз екен, жөнсіз тәштимеді. Қыл аяғын сағақтағы шайырға жанып алып, екі бүктеліп бүлкілдете жөнелді. Үпілмәліктің құлағы теледидардың эстрадасына үйреніп қалған екен, қобыз дыбысы әуелгіде миына дарып, құлағына сіңбеді. Үгай-ай деп безілдеген монтаны үн мақамнан мақамға ауысып, сезім түйсігі баурап барады. Апырмай дейді ішінен Үпілмәлік. Жағы сопиған қарасұр пішіндегі жігіттің ішіне мұншалық өнер қалай сыйып жүр. Жүректегі жанды оятқан әуез ғой мынау. Баяғыда бабалары осы үнмен есірік болған кембағалдың жынын қуып, есін түзепті. Осы үнмен жылан арбап, жылаған баланы жұбатыпты. Бейне нарын турағандай іш босап, көңіл құлазыған безілдек күйді көп бипыңдатты. Отырғандар толқи бастады. Бұл күй маған мүлде бейтаныс деді Үпілмәлік терін сүрткен жігітке еңсеріліп.
Таспен бастырғандай тұқшиып отырған қобызшы еңсесін жазғанда байқады, жанары жанып аруақтанып кетіпті. Ана жылы елге келген тәтемнен үйреніп едім. Шер тарқату күйі осы деп ыңырсыған бәсең үнмен. Тәтем деп отырғаны бал бармақты әйгілі қобызшы Жаппас Қаламбаев. Бұл жалғаннан өнерпаздың өзі өтсе де, торғайдай шырылдап көңіл шері қалыпты. Қобыздың үні семсе де, әсері бойдан біразға дейін тарамады. Бойды буып босатпады. Бір ауқымда үнін тілінің ұшына үйіріп отырған сыпайыларға қозғалыс енді. Нағашысы етекте қызмет жасап жүрген Әмзеге атты отқа қой деп жарлық жасады. Нымша киген тобылғыдай солқылдаған жас келіншек қолға су құя бастады. Дастархан жайылды. Досмағамбет еңсесін жазып қолын шайды. Ішінен шіреп шыртылдап ақ отыр екен. Қыл қобыз бақсының бақырығы деді кекетіп. Көн құлағымызды тірілткенге қуанайық, Досеке. Құй сен бе, жиен мені тыңда. Пайғамбардың көзі тірі уағында Әжімәж деген сыйқыры бар қобызшы болыпты. Әжімәж қобыз шалғанда жұрт шаруасын тастап, есі ауып соңынан ілесіп кетеді екен. Күндердің күнінде жұрт шаруа жасауды қойған. Әжімәждің соңынан еңіреп, елітіп, ілесе берген. Тозақ отының қыл көпіріне бастап апаратын болған. Содан Иса пайғамбар пенделерін аяп, Әжімәжді ұстап, Қап тауының үңгіріне қамап кеткен көрінеді. Ораза ұстап ауыз бекітетін кісі таусылған күні сыртқа тесіп шықпақшы. Содан дүм дүниені күңірентіп, қобызына шалып, жұртты соңынан ілестіреді. Ғазауаттың қыл көпіріне бастап апарады. Дүниенің апаты көңілдің көзін ашқан наяты қобызда тұрған жоқ шығар. Ауыз бекітпеген мені мұқатып отырғаны дейді нағашысы. Кітап сөзі қымбат па, қошқар баққаның қыңсылағы қымбат па деп Досмағамбет тымсыраяды. Асқа қарайық, қанекей деп, Әмзе жұртты үш жерге үйеме табақ етіп тартқан етке қаратты. Қой басы бөлек етпен тартылған. Құйрық асайтын кісі ортаға бөлінсін. Нағашы ауылында қашаннан құйрық асау салты бар. Ішіне шыр байлаған семіз құнан сойылады. Қой еті қазанға түгел салынып, құйрықты бөлек асып дастарханға келіп қояды. Әппақ қардай құйрықты ұзын-ұзын етіп білемдеп кесіп жеке тартады. Мұндайда май жегіш жігіт өзі тіленіп ортаға шығады. Күні бойы мал соңында шортақтап, ашөзек болып үңірейіп келген малшыға оншалық жұқ емес. Кей жігіт жұрттың сілекейін шұбыртып, іштің жыланын басып жүре беретін. Ал ауыл арасының шаймен біршек болып қалған жұқалтаңдары әні-міні арандап қалады. Бекінген кісі білемделген құйрықты турамай, шайнамай жұтар болар. Түгел тауысса, үй иесі және бір қой сояр. Май асағыш жұталмаса, қойдың құнын төлер. Баяғыда жас кезінде осы Досмағамбет құйрық қылғытам деп майға түйіліп, қарулы жігіт желкесінен ұрып жанын алып қалған. Енді ғой көзі кіртиіп, май салған табаққа қарайтын емес. Құйрық қылғытуға ешкім шыға қоймады. Астанадан келген үпілмәліктен ұялып отырма, әлде жұмырында жұқ бар ма, әппақ қардай болып түріліп жатқан майға ешкім жолар емес. Мұны білген нағашы шараны алдына тартып, құйрықты кеселеп әр табаққа бөліп салып берді. Өзі үйме етке қол созған жоқ. Жарты кеседей нарын турап жеді де, төс қалтасынан арша алып тісін шұқыды. Үпілмәлік келгелі онша байқамапты. Шындығында нағашысының алып денесінен от таралып, шұқаттай боп шөгіп қалыпты. Асқа да тәбеті жоқ. Маналы бері ауыл шалдарын әзілмен қажап аруақтанып отырғаны көз ғана екен. Әйтпесе Қаратау қозғалса да қопаңдай қоймайтын мінезі ауыр, серінің нағыз өзі еді. Жан шықса да сыр шықпасын дейтін осы нағашының сөзі. Кешегі қан құйлы қаймықпай, кірбіңсіз барып, оң аяқты пашайлап, жаралап қайтқанда да сыр бермеген. Апырмай, өзгелер соғысқа аттанса да, аман есен оралса да, ауыл аймақ, үй ішімен шұрқырасып жылап көрісіп жатса, Сазанбайдың дәті берік десетін жұрт. Кетіп бара жатып, Қаратау жаққа түнеріп бір қарап, атымнан көз жазып қалмаңдар деп табыстайды екен.
2 жылдан соң түтіні шұбалған ауылына оралғанда ең әуелі аузына түскені аты болыпты. Біраз жыл жылқы фермасын басқарған. Ақырында өңеші кең басқармамен шекісіп, нәшәндік болмасам аштан өлмеспін деп, белсенділіктен бір жола қол үзген. Колхоздың тәбілшігі болды, қарауылы болды, бағбаны болды. Әйтеуір бұйырған нәпақасын адал теріп жеп, ақ жүріп өткізіп келеді. 50-ші жылдардың басында әдім ұлыққа жеткізем деп жүрген жалғыз шешесін жақсылар кеткен үлкен жолға шығарып салған. Артынша аршаның бұтағындай солқылдап өскен екі бірдей қызын күйдіргі дерті жалмады. Ақ ұрып сызға жалаңаш бауырын төсеп жатып-жатып жер тіреп тұрып кетіпті. Ендігі алдындағы жалғыз қарасы әмзе. Бөлімшедегі 4 жылдық үшкөлдің мұғалімі де директоры де бір өзі. Енші алып келіншегімен бөлек тұрса да, айтқанын екі етпей, көке деп томпылдап қызметінен танбайды әйтеуір. Мұнысына да шүкіршілік. Көріп жүр, үлкен үйден енші алысымен жас келіннің етегіне оралып, сен көр, мен көр жоғалатын пысықайлар табылады. Нағашысын биік өскен зау дараққа теңесе, сол дарақтың өзегіне құрт түсіп, дембе-дем кеміре бастаған ба қалай. Алып ағаш әлі де тіршіліктің тәтті дәмін қимай, бір жарып жапырақ жайғысы келеді. Болмайды. Күллі денесімен шуылдай теңселеді содан. Үліпілдей соққан терең тамырда өмір үшін сұмдық күрес жүріп жатқанын Үпілмәлік еміс-еміс іштей сезген. Сезген заматта жан дүниесі құлазып қоя берген. Қалай болғаны? Теріскей елі тұлпар тұқымын ұстар, қобыз сазын тыңдар, күн ара сылтау тауып ағайынның басын қосар жақсының жұрағатынан айырылмақшы ма сонда? Алыстан сағынып келген арыстаным, айбарым деп, жүрегі жарыла қуанар бас иесін жоғалтпақшы ма? Ас соңынан жылқышы ауылдан алғызған қолбала қымыз жағалаған, тамағынан өтпей қойды. Ауыр айтсам көтеріп, жеңіл айтсам күле тыңдап жүре беретін көнбіс, көнтерлі ағайыным, ел жұртым. Еркелесем үстеріңе шолжаңдаппын. Көтердің, көндің, ризамын. Жиенімнің жолына арнап серке көкпар тартыңдар деді нағашысы еңсесін көтере түсіп. Осы сипаты қомданып ұшқалы отырған кәрі қыранды елестетті. Көпшілік қауқылдасып, құптап желпініп қалды. Олар да іштей бірдеңені сезетін. Олар әлденені күтулі секілді. Әсіресе қошқар баққанның қуанышында шек жоқ. Көзінің оты жанып, жымың-жымың етеді. Сырттан Ақсүмбенің қоңыраулатып кісінеген даусы жетті. Жұрт қонағасыға мелдектеп, алғысын айтып көтеріле бастады. Нағашысы ойлаған, аз күн дәмге көп күн барақат деп. Осы жасымда дүниенің қызығын емес, тіршіліктің қызығын көп көріппін. Жұрт тапқан таянғанын үйіне тасып, қалтасына тықпыштаса, мен далаға шашыппын. Бәйге ат ұстадым. Айтысқа түстім. Күнгей теріскейдің шабандоз сұлуының аш белінен құштым. Тарыққан, торыққан шағымды жақсыларым көрген емес. Жиенім іздеп келгенде байғызға құсап бұғынып қалмайын. Барымды шашып көкпар берейін. Ақсүмбенің тұяғының желін алайын. Неге екені беймәлім, көңіл құрғыр өрекпігендей ме қалай? Жүрегім сылбыр соққандай ма қалай? Еңсем таспен бастырғандай ма қалай? Ішкі сарайда төгілмеген запыран бар ма? Әйтеуір басқаша сезінемін өзімді. Үпілмәлік ойлаған, жалғыз сояу бұтақ етіп өсірмегеніңе шүкір тағдырым деп. Алыста аңсап жүретін, ілуде бір ат басын бұрып келгенде, ағынан жарылып қарсалар нағашы болғаныңа шүкір деп. Көңіл құлазып, іш босап жеткен кезде, жастық шағымды елестетіп, сілкінтіп сергіткеніңе, шын мәрттігіңе ризамын. Бір күннің беделінде жұнттай жұтынып, дабырайып қалғанымды түсінемін. Әйтпесе, кеше кім едім, бүгін кіммін. Сөзі ұзын ғұламамен керауыз боп айтса діңкем құрып, бейне ұшынған кісіше теткіп жүрер едім. Кең тынысты қарапайым жандар арасында еш жиып, еңсе жазармын бәлкім. Ертең көкпар деген күні Үпілмәлік өзенді жаяу өрлеп, қысаң қабағынан қос кекілік алып қайтты. Нағашысы ертең көкпар деген күні суға түсіп кірсіз киінді. Сақал мұртын басқызды.
Бозғыл жүзіне қызыл бояу жүгіріп, тырпыл-тырпыл тыным таппай терін алып, суытып, құйрық жалын сүзіп көп әлектенген. Бұрында да бабында бағуда тұрған Ақсүмбені жалпуыштап, терін үгіп, жұнттай етіп күтуіне қарағанда, нағашысы әлденеге бел буған секілді. Есік алдына шыққанда көрді. Жылқы да қас қабағына қараған сұлу келіншектей тым жұтынып, билей басып, жанары ұшқындап ойнап қалыпты. Бүйірден сұқтанған бөгде көзден қорынып дөңгелене тыпыршиды. Нағашысының айтуынша, Ақсүмбе көкпарға да бәйгеге де бірдей жарайтын кәдімгі қабырғалы қазанаттың тұқымы көрінеді. Көкпар күні нағашысы Ақсүмбені мұның алдына тартқан. Үпілмәлік аттан тақымы шығып қалғанын айтып, әмзенің мотоциклмен ақ көріп қайтармын деп еді, көнбеді. Ау көкесі, өзіңіз шауып, тамашалап көңіл сергітіңіз деген болмайды. Көршінің сиырға салып жүрген торы шобырымен ақ тепектермін дейді өзі. Амалсыз Ақсүмбеге үпілмәлік мінген. Тақымының астынан суырыла сырғи жөнелгенде жүрегі ойнап, құлағы шулады. Соңында жортақтаған нағашыда дамыл жоқ. Тізгінге қарса берме, қамшыны шошаңдатпа, ырқына жіберме. Ақсүмбе айдау жолымен жүргенді қаламайды. Иесінің ойын тақымынан сезеді. Осынау кеңесті тыңдап келе жатып тегі қысылды. Әуелгіде көйлегі делеңдеп, тақымы дымданып далақтаған кеп. Тізгінді сәл босатсақ алып қашып кететіндей. Тақымын сәл қыссақ, құлақты жымитып ытырыла жөнелетіндей көрінді. Көкпар болатын жазыққа жеткенше біраз лоққы көрді. Ойпырмай деп ойлаған. Алдынан қаулап шыққан қара құрым аттыны көріп. Жай жүріске ішім шайқалып келе жатқаным мынау. Қалай ғана құйындай жүйткіп көкпар тартармын. Ат бауырында ойнап додаға түсермін. Жұртқа сайқымазақ болмасам жарағаны. Әлде бас аманда атын өзіне қайтарып құтылғаным жөн шығар. Нағашеке, Ақсүмбенің алғашқы терін өзіңіз алыңыз, пейіліңізге ризамын дейді бұл. Бұл даланың шаңын ат тұяғымен талай қаққам шырағым. Бойыңдағы арам терді шығарып, өзің шап дейді нағашы. Көкпар бізден не жесін дейді бұл. Ақсүмбенің үстінде көкпарды мығым ұстап отырсаң болғаны. Қашыртқыға салып, құтылатын өзі дейді нағашы. Сен сал, мен сал деп тұратын не бар? Серке көкпар басталды да кетті. Қошқар баққаның қиқуы құлақты кесіп барады. Аты да сауырынан төңкерілген жуан жылқының тегінен екен. Дода біткенді дәкедей ыдыратсын. Тұяғымен кесек атып зырласын. Ақсүмбе көкпарды екінші айналымда қуып жетті. Қызынып алған қошқар баққан мұны қонақ қой деп, ұят қой деп көкпарын беретін емес. Құлақ жара қиқулап тартысқа шақырып барады. Сауыр сипасып, қолдау қағып келіп көкпардың бір борбайын ұстағаны сол еді, Ақсүмбе жалт бұрылды. Ат үстінен сыпырылып түсіп қалды. Шаң сейілгенде барып селтиіп орнынан тұрған. Тартыстан ойқастап шыға келген Ақсүмбені көріп, жүрегі ұша тобалап нағашысы жеткен. Жусан арасынан шаң-шаң боп түрегелген үпілмәліктің о жер бұ жерін ұстап көріп, аман сауына көз жеткізді. Көкпаршылар да үрпейісіп осылай ойысқан. Болмас, болмас деп нағашысы шабырды үпілмәлікке түсіп беріп, Ақсүмбеге өзі мінді. Естіген құлақ, көрген көзден ұят енді. Қартайғанда жорға ашып, балалар мен көкпар тартысып, тақым созысып жүр деген сөзден қашып едім. Ақсүмбенің жынын басып, терін алмай ауылға қайту ауыр күнә. Нағашысы атты сауырынан төңкеріп ұзай бастаған үлкен топқа араласқан. Жусанды жазықта ұйлығысып жүрген көкпаршылар енді Раң өзенінің алқымына қарай ойысыпты. Арғы жағы сылдыраған малта тас, ат аяғын алып кетеді. Не қылса да ылдиға сорғытпай тұрып, алдын орауы қажет. Әрине, әзірше көкпаршылардың тақымы созылып, жыны тарқаған жоқ. Күн күйдіріп кенезесі кепкен жусанды жонда ойдым-ойдым болып ығысып жүргені содан. Серкенің терісі шыдас берсе, алып қашу күн бата басталмақшы. Нағашысы ат басын 2 мәрте жібергенде, алда созылып бара жатқан қайыс тақым көкпаршыны қуып жеткен. Тартысқа сол жамбаспен жанасатын әдеті. Әйтпесе, оң аяқтың протезі илікпейді. Тартыс қинайды.
Ақсүмбе сырмінез иесінің ойын тақымынан сезіп әдеттенген. Көкпар алып бара жатқан жігіттің оң бүйірінен кеп жанасты. Анау да айлакер әкке екен. Серкені бұлт еткізіп араунатып жіберді. Ағып бара жатқан ат жалынан асылып тұтымға түсіру қалған. Жұрт соңынан тепіректеген Үпілмәліктің көңілін әлде бір қауіп ұялады. Осынау қара құрым аттылар арасында көзге көрінбей, жанға сезілмей, суық жүзді ажал жүргендей сезілді. Әйтпесе, әшейінде қой аузынан шөп алмайтын момын қауым, көзі қанталап, бұлшық еті ойнап, сәл қиқуға желігер ме? Бірін-бірі таптап кетердей, түтіп жердей жұлқысар ма? Кәріні кәрі, жасты жас дейтін емес. Нақа пәлен жыл іздеген кектесін жаңа жолықтырғандай өңмеңдей ұмтылып, өзеуреп, өктеп жатқан бір кісі. Бейне жайбарақат жайылған отар ішіне сумақай бөрі кіріп кеткен бе дерсің. Бейне маң даланы құтырған құйын жайлаған ба дерсің. Жас кезінде атқа шауып көрсе де, қалада өткен 20 жыл ішінде атты өгейсініп, тақымы шығып қалғаны рас. Әшейінде дүр еткен ат түбірінен ду ете түсетін қан қызуы қазір жоқ. Суып қалған секілді. Енді байқап келеді, былайғы кезде тым кішік тіршілік кешкен, мал баққан, жер шұқып, егін салған, бала өсіріп, ұрпақ жеткізген Қазекемнің бір мінезі осы көкпарда жатпасын деп ойлады Үпілмәлік. Көкпар мен қазақ егіз жаратылмасын осы. Дегенше болған жоқ, Ақсүмбе ұйысқан шаңнан суырылып сытыла берді. Нағашысы көкпарды бұлтыңдатып алып шықты. Аяқ қолы серейген науша кісі ат үстінде аш күзенше бүгіледі. Қиқушы топ соңынан сатырлатып кеп салған. Ақсүмбе аяқты жылқы екенін тағы айғақтады. Дем-дем сайын қуғыншы топпен арадағы қашықтық ұлғая түсті. Ақырында жалғыз қара жалы бұрқырап, қияндап шығып кетті. Шын шабандоз деп Сазанбайды айт. Бос тақым жиеннің қарымтасын қайтарды. Әй, өз көкпарын өзі шауып, не көрінген бұл шалға дескен қаңқу сөз құлағына жеткен. Үпілмәлік кейде зау биік зәңгір көкте артына ақшыл жолақ тастап ұшқан реактивті самолетті көрушеді. Тап қазіргі жалпақ далада жосыған Ақсүмбе сол суретті елестетті. Соңындағы ақ жолақ шаңды сұйылтпай бері ойысқан. Түре шауып шаңын жұтып бара жатқандар да, өкпе тұстан кесе көлденең салғандар да бар. Әрине, бұлттан шыққан күн ашшы демекші, бүйірден салған қуғыншы жаман. Ат қақтығысып, адам мертігуі мүмкін. Соны сезген Үпілмәлік астындағы шабарға аямай қамшы бассын, нағашысының алдынан шапсын. Бітене шобыр қамшы кесті болып қалған екен, ойға қарай сынаптай сырғымай, тепірек атып лоқылдай жөнелді. Азанда ішкен қымызы шайқалып аузына тепті. Я сәт, анық байқады. Бүйірден лақтырған найзадай шаншыла шауып бара жатқан, түндегі қыл қобызды қыңсылатқан жігіт көкпаршы Қошқар баққан. Манағы ел көтерген қиқу аш жеді. Көкпар алдында көкнар ішіп алғаны онда. Етін қыздырып, қанын ойнатып қоймай бара жатқан көкнар кайпы. Сусылдап келе жатқан Ақсүмбені алқымнан не сауырдан соқса, екі атта шәңбірек атары анық. Жандайшаптың түрпеті жаман. Көре тұра қарап қалу күпірлік. Қарсы шаппа, қарау жасама деп, бар даусымен айқай салып, тырапайлай шапқан. Қошқар баққанның құлағына жетті ме, жетпеді ме беймәлім. Әйтеуір көз алдында әлем тапырақ шаң көтерілді де кетті. Қопаңдап келе жатып, өз-өзінен, тұзым жеңіл, сорым қалың бейбақпын деп күңіренген. Сән салтанат, көкпар думан немді алған. Қаладағы тас болат үйде құлақты тығындап, түбір сөзді зерттеп, сырт дүниеге селт етпей жата берсем қағынды алар меді. Әуелі шаң арасынан Ақсүмбе сытылып шыққан, үстінде нағашысы. Көкпарды тақымынан түсірмепті. Күлбеттеніп түтігіп кеткен. Ойқастап қызған аттың тізгінін сыңарлай тартады. Қошқар баққанның шабдар аласы ері ауып бос шықты. Үпілмәлік атынан домалай түсіп жігітті сүзген. Әудем жерде жүресінен отыр. Күлден алған көмештей үсті басын топырақ басып, шекесін қос қолдай ұстап, бебеулей теңселеді. Мертіккен жері жоқ секілді. Мұның иығынан ұстап әзер көтерілді. Ат үстінде басын бір иығына қондырып, нағашысы жеткен.
Пәдәріңе нәлет-ау, қарсы шаппа деп қашанғы қақсаймын. Ақсүмбенің айласы болмағанда қырылып қала жаздадық қой. Айнала ұйлығып қалған жұртқа тақымындағы көкпарды суырып алып, тымақша лақтырып жіберді. Шабысты кідіртпеуге қосты. Мертіге жаздаса да мәрттігінен танбады. Қызынып алған көкпаршылар қауқылдасып мәз болып дүрліге жөнелген. Демнің арасында шаң басылып, дүбір алыстап кетті. Нағашысы ат басын ауылға бұрған. Бұл екеуі сүметіліп соңынан түскен. Орта жолға жеткенде барып шабандозға тіл бітті. Әлгінде жұртты шошытпайын дедім. Соқтығысқан кезде аяғым сынып кетіпті деді. Шындығында Сақтиян етігінің өкшесінен қан тамшылап келеді екен. Үпілмәліктің төбе құйқасы шымырлап кетті. Осынау жанның болаттай берік төзіміне тәнті болды, әрі іштей қатты аяды. Нағашысы үйге жете әлсіреген. Қолтықтап түсіріп төсегіне жатқызды. Әмзе шапқылап жүріп дәрігер шақырды. Оташы тауып келді. Үзеңгі соққан кезде сол аяғы жіліншектен шытынапты. Бетінен түгі шығып тырс етіп үндеуі қойды. Дәрігердің уколы жанға батқан ауруды сәл бәсеңдеткен секілді. Оташы шал епті екен. Шытынап кеткен сүйекті сыртынан сипап бір-бірлеп салғандай болды. Нағашысының аузына су тамызып, жастығын биіктетіп отырған Үпілмәлік бейне әруағынан айырылған ақындай, жынын алдырған бақсыдай алакүлік хал кешті. Ең әуелі жақсы көріп пір тұтатын адамның көз алдында жаны қиналып жатқаны батты. Сосын іштей кемірген ой бар. Осы бейнетке бастаған өзім деп мүжіген. Мен болмасам, мен келмесем, бәрі бұрынғыша жайбарақат барақатты тіршілік кешкен болар еді. Қошқар баққан көк нәріне тойып алып, қыл қобызын қиқылдатар еді. Ақсүмбені баптап, күтіп, ақсаңдай басып, әруақтанып нағашысы жүрер еді. Әр үйдің қазанын аңдып, тәспісін тырсылдатып Досмағамбет келер еді. Момын ауылдың түтіні тік шаншылар еді. Бұл келді де бүлдірді. Шер тарқату күйін тыңдатты. Көкпар тартқызды. Тулақтай даланың шаңын қағып, жылқысын болдыртып, екі бірдей азаматты аттан жықты. Бұл аздай-ақ әлгіде естіді. Қошқар баққан, басымның ішіне торғай кіріп кетті деп, білгір тәуіпке көрінбекке күнге ясып жоғалыпты. Нағашының арыстай болып жатысы мынау. Өз-өзінен төменшік тартып күйгелектеніп отырған мұны нағашысы бір ауқымда ымдап жанына шақырған. Күзетем деп жүдеп қайтесің, шаруаңнан қалма, үй ішіңе сәлем айт, менен рұқсат. Алыстан аңқылдап іздеп келгеніңе ризамын. Соңғы қолқам Ақсүмбені міне кет. Ендігі бас ие өзіңсің. Мен кеткен соң бұл елде ат қадірін түсінер адам жоқ. Нағашының үзіп-үзіп ентігіп айтқан әр сөзінің арасында батпандай зіл салмақ жатқанын сол жолы бағамдамапты. Бой-бой болып барша жігер қайраты үгітіліп бара жатса да, іштей ширығып сыр бергісі келмеді. Нағашының ақтық демі біткенше қасында қалуға, басында болуға тас түйін бекінген. Дәрігерлер де қолдан келген көмегін аянып қалған жоқ. Аяғынан таусылып күніге келетін, укол салатын, жарақатын жуып таңатын. Әйтсе де нағашы халі күн сайын төмендей берді. Бірдем ары, бірдем бері жатқан науқастың басында түнімен отырған кезде Үпілмәліктің көз алдына қатты дауылдан құлаған алып дарақ елестейтін. Дарақты қанша мәпелеп күткенімен, нешеме айла әрекет жасағанымен қайта көтеріліп жапырақ жайып кете алмас еді. Нағашысы да соған ұқсайтын. Таң алдында мызғып кеткен екен, тізесінде жатқан шабандоздың күректей қолы дір етті де суып сала бергені. Өлараның ортасы болатын. Жұма күні таңсәріде Сазанбай мәңгілікке көз жұмды. Осы мезет Үпілмәліктің еңсесі езіліп, өзінде қоса жер тартып бара жатқандай сезінген. Нағашының басын қарайтып, жетісін өткізіп, жаны құлазып жолға шыққанын біледі. Ауыл аймақ көрісіп қоштасты. Үй артында аша қазықта шұрқырай кісінеп Ақсүмбе қалды. Жетімсіреп, жарбиып қоржынтам қалды. Аудан орталығына апаратын қасқа жолға дейін шығарып салған Әмзе қоштасарда көзінің жасын сығып алды. Іздеп келетін көкем көз жұмды. Елге енді қайта оралмасыңды білемін деді даусы дірілдеп.
Әйтсе де артымда әрдайым ақ жол тілеп, ақ батасын аямай отыратын нағашы жұртым бар деп ойлағайсың. Туған жер, туысқан ортаны сағынсаң қайтып орал. Әрқашан жылы құшағымыз өзіңе ашық. Үпілмәлік тамағына тас тығылғандай тұтығып, ауыз тұшырлық жалғыз ауыз сөз айталсыншы қанекей. Бар болғаны қасында жаутаңдаған әмзенің арқасынан қағып, үнсіз қолын қысып бас шұлғи берді. Көңіл түбіндегі зіл батпан мұңнан аршылып айыға алмады. Көрші совхоздан жүйткіп келе жатқан жайдақ жүк машинасына қол көтерген. Тұсына жете тоқтай қалды. Кабина ішінде уылжыған жап-жас келіншек бар екен. Кепкасы қисайған шофер жігіт, кузовқа отырсаң алып кетем деп дауыстады. Үпілмәлік келісе кетті. Қол чемоданын қау ішіне атып ұрып, әмзеге ал қош айтып, машинаға өрмелеп шықты да, кузовтағы шаң-шаң тақтай құйрық басарға жайғасқан. Жүзін артқа беріп отырған. Машина ышқына қозғалып, жол жиегінде тұрған әмзені шаңға көміп ұзай берген. Қаратаудың алыс бұлымдары сағыммен бұлдырап, қош-қош дегендей болды. Ет жүрегі езіле соқты. Үпілмәлік ойлаған. Нағашымның ақтық демі таусылғанша қасынан табылғаным қандай жақсы болды деп. Ақыреттік сапарға аттандырып, басына топырақ салдым. Енді ғой, Астанада мені аңсап, күтіп отырған қай орта. Желпілдетіп әкетіп бара жатқан не желік. Желпілдермін, жетермін. Әдімұлыққа апаратын қызмет деп өзеурермін. Шұқынып жүріп докторлықта қорғармын. Сондағы мысқалдай болса да, туған жер, өскен ортаның қадірін арттырғаным, ағалар ісін алға апарғаным, бір пендеге жақсылық жасағаным қане. Нағашы жұртқа енді қашан соғармын. Бұрын қалай ойламаған десеңші. Күнделікті күйкі тірлік соңында сүркіл салып селкілдеппін. Қызмет деп, жағдай деп боздақтаппын. Өсу жолында айла шарғы ойластырып, түн ұйқымды төрт бөліппін. Қара бастың қамы үшін жігіт жігер, жарым жасты тәрк етіппін. Уақыты құрғырдың соншама жылдам сусып өтіп кетерін бұрын қалай білмегенмін. Енді ғой, көп болғанда 25-30 жасармын. 25 рет ағаштың қайыра бір жарғанын, 25 мәрте қарлығаштың қайтып келгенін көрермін ау. Адам шайтан емес. Көп болғанда 20 шақты рет жаңа жылды тойлармын ау. Сол сары майдай сақтаған 25-тің 3-тен бірі ұйқымен, 5-6 жылы тамақ ішу, сейіл құрумен өтсе қайтпекпін. Арғы жағында табақ үстінде қалған сарқыттай там-тұм уақытты қай жыртыққа жаратарсың, қай тірлікке бағыштарсың. Сол мардымсыз мезгілді болмашымен бұлдап жүргеніме жол болсын. Көшедегі ызу-қиқу тіршіліктен бір пәс ентік басып, сәл байыздап, осыным қалай деп ойлануға мұрша болмапты ғой тегі. Аз ғана күн нағашымен сөйлеспесем, ел адамдармен сырласпасам, сыйласпасам ғой, сол пиғылмен жұмыс көп деп дедектеумен жүрер медім кім білген. Жан дүниемді дүр сілкінткен нағашыға ризамын. Әркімнің ақ осындай жақыны болғай. Шалдыққанда ентік басар, ой қорытып, алды-артыңа қаратар қасиетті қазығың болғанға не жетсін. Оймен отырғанда байқамапты. Қаратау қыраттары қашықтаған сайын сылаң тартып сұлуланып кетіпті. Мың ойланып, сан толғанып, шешуін таба алмай жүрген қиын жұмбақтың жауабын жаңа тапқандай. Бұрын таңдайына бал татыған тіршілік дәмі енді ащы да кермек сезіле бастағандай өзгеше өгей хал кешті. Заман өтер, ұрпақ ауысар, жақсы із қалар. Қайтсе де қалыбынан танбайтын, осынау жұртқа өзінің іштей болса да бір табан жақындай түскенін сезінді. Соңы. Әңгіме авторы Дүкенбай Досжан. Құрметті кітапсүйер тыңдарман, арнаға тіркеліп, лайк басып пікір жазыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.